жасқа толған балаларға көруге рұқсат етілген фильм. Түнде қаншада келдің? 2-де. Неге соншама жай? Кеше саунаға барамыз ғой. Сол жерде караокемен ән айттық, бильярд ойнадық. Түх, қаншама жерді шарлапсың ғой. Біраз ақша құртқансың ау, шамасы. Жоқ ай. Бір жерде болдық. Тимур деген досымның әкесі жаңа үй соқты. Соның астыңғы қабатында барлығы бар. Сауна да бар. Караокеге жеке бөлме соғыпты, бильярд ойнадық, барлығы бар ішінде. Ой, не деген керем? Мұның үй емес, ойын сауық орталығы ғой өзі. Сенесіз ба, үйдің ішінде көлік жуатын орны бар екен. Шылқаған бай шығар, е? Бай емес. Сіз сияқты отставкадағы майор. Аты жөні кім оның? Ержан Құлов. Көзінің астында жараның орны бар ма? Иә. Неде Афганда оқ тиді дейді. Танисыз ба оны? Танисың ба? Жас кезімізде менің бір досым сол Ержан Құловпен таныстырып, үшеуміз балыққа барғанбыз. Сонда біреуміздің лақтырған қармағымыз, соның ілгешегі, соның көзінің астына ілініп қалып, содан жара болып, тыртық болып қалған. Содан бері ол Афганда оқ тиді деп айтып жүреді екен. Ал Афганда оны бір жеттен кейін соқыр шекпен ауырғаннан кейін қайтарып жүрген. Ой, бәле. Бірақ үйлері жақсы екен. Жұман, шешші. Иә. Қызық екен. Өзі майор бола тұра. Сонда үй салып алған, иә. Мама, тоңазытқышымызды алып келді, бірақ қайда қоярымды білмей тұрмын, орын жетпейді. Не болды? Үй саламыз. Қай ақшаңа саласың үйді? Шыбын қаптап кетті ана. Шыбын қаққышты беріп жеріңдеші бері. Серік, архитектураға телефон шал. Апызыны сұрастырып біл. Берік сен құрылыс заттарының бағасын біл. Әке, сіз дұрыс істеп жатқан жоқсыз. Ең алдымен архитектормен сөйлесіп, одан кейін мердігерді таңдап, барлығын дұрыстап жоспарлау керек. Ой, ақылыңнан айналайын. Не деген ақылды менің балам. Лондонда бекер оқып келген жоқ қой. Ерік, сен дүкенге барып, шөл басатын бір сусын алып қыш. Болды, қайда? Қайталаймын. Серік, сен архитектураға телефон шал, беріп құрылыс заттарының бағасын біл. Әріптесім жақында үй тұрғызған. Сонда бетон араластыратын жақсы машинесі бар екен. Соны беремін дейді. Сен мына екі қолды көріп тұрсың ба? Осы қолыммен осы үйді салғам. Қайдағы машинені айтып отырсың сен? Қыздар бар емес пе? Шешелерің көмектеседі. Аяғда шешесі үйді салған кезде лайды өзі басып шыққан. 2 айдан кейін көршінің үйін лайын басып берген. Ол кезде шешенің ішінде сен бар болатынсың. Бер. Иә. Ал енді түйе табанымен басса, шешелерің лайды от души басады.
қыздар, кешкі асқа ет асайық. Жоқ мама, біз палау үшін бәрін дайындап қойдық. Жарайды, жақсы, палау болса палау болсын. Апа, біздің үй ұзақ сауна ма? Ұзақ емес, бірақ енді біз еркектерімізге көмектесуіміз керек қой. Сонда қалай? Біз батпақта жүреміз ба? Жоға, біз енді үйдің ішін әрлемейміз бе? Сонан ойластырайық, қалай жасау керегін ойластырайық. Мама, біздің салонда бір қыз бар, дизайнер, салонды өте әдемілеп тұрып әрледі ішін. Өте әдемі шықты бар ғой. Дизайнер? Дизайнердің керегі не? Өздеріңді дизайнерден асып тұрсыңдар. Үйдің ішін өзіміз-ақ көркемдеп аламыз. Жоқ апа, не ғой, арнайы маманды жалдауымыз керек сияқты. Ол 3D графикамен барлығын жобалап жасап берсін. Ал біз қараймыз, таңдаймыз, өзгертетін жерін өзгертіп жатармыз. Сөйтіп керекті заттарды сатып аламыз болды. Аружан, сенікі дұрыс. Сырт есік ашық қапты. Жауып келе қойшы. Айсұлу, Айман, сен түс қағаздарды ойластыра бер. Кілемде де таңда, жақсы ма? Жақсы. Айсұлу, сен жиһаздарды қара, таңда. Сосын Аружанға айта салшы. Иллюстралардың бәрін таңдап, соның ойында сол қарасын. Дегенмен декорға жақын ғой. Сенбі күні таң ата бастаймыз. Нені бастаймыз? Фундамент құйылды. Мен бос емеспін. Әріптесім Германияға кетейін жатыр. Сонда жұмысқа шақырып жатыр екен. Соны жолаяқ жасамақшы, соған баруым керек. Жақсы мамандардың шетелге кеткені ел үшін жаман. Мен де бола алмаймын. Неге? Біздің жұмысқа Ұлыбританиядан жақсы жаңа қызметкер келіп жатыр. Осында тұрмақшы, жуайын деп жатыр. Керемет, тұрмақшы осында. Жақсы мамандар шетелден кеп жатса ел үшін жақсы ғой. Мен бола аламын, мен боспын. Сен Балапаным ғана менің бос. Темір досыңа барып, менің машинемді жуып кел. Жарайды. Ал біз жүрейік. Қайда кеттіңдер? Мен науқастарды қарауым керек жұмысқа барып. Ал маған Болды. Жұмыс киімдеріңді алып келіңдер. Құрылысты бастаймыз. Сендер күтіп жүргеніме бір апта болды. Тілді алмайтын болыпсыңдар ғой өзді. Енді бұларды саған наряд қойып ода қалды. Мынауың дұрыс ой. Тәулік бойы тұрғызып қой көрік. Сен әскерде жүрген жоқсың ғой. Енді үй салу деген ол ішкі қызмет. Нарядта тұру деген ол бөлек. Енді бұлар менің апталап бойы жүреді қасымда. Дайынсыңдар ма? Иә. Естімедім. Иә, жолдас командир. Ерік, жарғы бойынша жауап беру керек. Фундамент құюға қадам бас. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Үйдің табанын дұрыс салмасаңдар, бір жылдан кейін еденде қисайып жүретін боласыңдар. Түсінікті ме? Точно. Үйдің табанын өлшеу үшін бірінші бауды алу керек. Жіпті айтасыз ба? Жіппен киім тігесің. Ал бау ұзындықты өлшеуге жақсы көмектеседі. Ұзындығы қанша болу керек? 4 метр жетеді. Не, түрегеп тұрып ұйықтамақсың ба? шамамен 70-80 метр керек онда, иә? Сен талғарға дейін кетіп қалдың. 10 метр жетеді. 10 метрге жатып ұйықтауға болады дейсіз ғой, иә? Бауды алып, қазыққа байлап, жерге қадау керек. Одан кейін бұрышын 90 градусқа қойып салу керек. Әйтпесе сендер 3 бұрышты үй салып жүресіңдер.
шығады ол сендерден. Жаңа ғана 10 метр дедіңіз ғой, енді тағы 90 метрге кетіп қалды ма? Әй, ол метр. Бұл градуста айтып жатыр аға. Жіп емес, бал. Ой, сендер жүріңдер. Сонда не болып кетті? 4 метр, 9 метр градус. Мынау қара мынау. Мынау әдемі екен. Асы жақсы екен. Аружан, не істеп тұрсың? Мен мұнда инвентаризация жасап жатқаным ғой. Ойбай, оны не істемекшісің? Сіздер екінші этажда 6 терезе бар екендігін біліп пе едіңіздер? Я, білеміз. Егер де жаңа үйімізде одан да көп терезелер болса, онда перделер жайлы қазір шешуіміз керек деп жатқаным ғой. Сол перделерді мына терезелер қабырғаға қойылғаннан кейін-ақ ойластырсақ болмай ма? Қазір адамдар барлығын шетелден тапсырыс беріп алдыртады. Ал оған уақыт керек, сондықтан да оны қазірден бастап ойластырғанымыз жөн. Иә, Аружан дұрыс айтады. Онда сендер таңдаған заттарыңды көрсетіңдер. Апа, сіз алдында мен таңдаған люстра мен суреттерді көрдіңіздер ғой, солар ұнады ма сізге? Иә, Ұнаса, онда мен шетелге барып, Италияға барып, барлығын өзім алып келейін, 10 күн жарайды. О, тамаша. Онда екеуің көлікке жинаған ақшаларыңды алыңдар да, сол ақшаға таңдаған заттарының бәрін сатып алып келіңдер Италиядан. Бірақ не қазір жаппай сатылым жеңілдік маусымы деген жоқ Италияда. Сондықтан біз Бішкекке бара берейік, сол жерден алармыз. Жарайды, бірақ жарайды, былай істейікші. Сендер бүткіл таңдаған заттардың бәрін маған көрсетіңдер, соның бәрін біріктірейік, бір жобаға салып, қарастырайық. Содан кейін бәрін өзіміз бір шешімді қабылдаймыз ғой. Содан кейін дұрыс болады деп ойлаймын енді. Дұрыс қой, Иә. осы дұрыс шығар. Бұл не жатсыз? Жұмыс қайда? Әке, біз шаршадық, демала алайықшы. Құрылыс біткеннен кейін демаласыңдар. Оғанға шейін ор қазу керек. Тереңдігі жерден 1 метр болу керек. 1 метр? Соның бәрін қазу керек па? Енді міне, өзінен өзі қазылады деп отырсың ба жер? Қолмен істелетін жұмыс ол қазу деген. Қанша уақыт қазамыз? Түскі асқа дейін. Түскі асқа дейін. Әлі түскі ас болған жоқ па? Кеш болған сияқты. Тағы да жатып алғансыңдар ме? Қандай осал жігіттерді өсірген мен өзі. Әлі түскі асқа дейін 1 сағат уақыт бар. Кәне, тұрыңдар. Әке, шамам жоқ, алақаным ойылып кетті. Рота! Сапқа тұр! Күректерің дайын. Сыртқа қадам бас. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ай, ауырттың ғой. Шыдашы енді. Жайлап істесейші. Бір түрлі сезім тұрмын, өзімді қызуым көтеріп тұр деймін. Қызу жоқ сенде. Өмір ауыр жұмыс істемегенсің ғой. Денең ауырып қалған, үйреніп кетесің. Сол үйді міндетті түрде өз қолдарыңмен жасауларың керек па? Енді әкем солай айтты, өзіміз салуымыз керек деді. Ол үй сол кезде нақты өзіміздің құндылық болады. Осындай бөлме бола ма бізге? Әрине болады. Мен ойланып отырмын. Тағы не ойлап таптың? Бәрі сол үйге көшкенде біз осында қала береміз ба деп.
қалай қаламыз? Өзіміз тұра береміз. Білмейді екем. Осы үй бұзыла ма, қала ма? Белгісіз. Бүгін тегістеп таптағаннан кейін астына құм менен ұсақ тастан сүзгіш саламыз. Цементті қандай пропорциямен араластырамыз? 1/5. Не? Бір бөлшек цементке 3 бөлшек құм, 5 бөлшек тас салып араластырамыз. Несі түсініксіз? Барлық түсінікті, одан асы түсініп қайтеміз, е? Түсінікті. Жүріңдер, бетонды араластырамыз. Жүріңдер. Фильмдерде адамдарды осылай батырып жазалаушы еді, сендер немене? Таяқты осылай жазаламақ болдыңдар ма не? Бірақ әке, қанша су құю керек екенін айтпадыңыз ғой. Иә, сәл шатастық. Енді қандай мөлшерде жасау керек екенін білеміз. Құйыңдар онда. Болды, құйыңдар, жүріңдер. Не істейміз, ал үйде күшікті жазалайын деп. Болды. Бердім, бел қалмады. Ендеше күні бойы даладасыңдар. Жөндеп чай да ішкен жоқсыңдар. Чай іш. Ой. Мен мына 3 сопақтың басын қалай біріктіргеніме таң қалып отырмын қазір. Қалай өздерінің ыңғайы бар ма екен? Үлкендер тілді алады. Бірақ ана пәлекет сөз қайтармаса тұра алмайды. Енді еркелегені қойсана, саған кішкентай ғой ол. Кішкентай? Оның жасында мен осы үйді сала бастағам. Қойшы бәлденбей, соны айта береді екенсің. Қысы жаз аяғынан жылын әске түспейді. Салған үйіңнің түрі. Кенжеңе сөз тигізгің келмейді, иә? Енді шелді, мамасының балапаны ғой енді. Апа, Ау жаным. әке мені әбден жұмысқа салды ғой. Дұрыс болды. Фундамент өзіміз құйып алдық бүгін, әйтеуір жақсы болды. Мен де қарап қалған жоқпын, келіндерімменен үй жөндеу жөніндегі жобалар туралы көп әңгімелестік. Олар жақында біріктірілген жобаны көрсететін болды. Бәрі дұрыс. Өз күшімізбен артық шығынсыз жаңа үйді өзіміз салып аламыз. Әдемі, дұрыс қой. Мама, жоба дайын. Өй, мынау ас үйдің гарнитурын ағып қонақжайдың үйіне салып қойғасыңдар? Апа, ол гарнитур емес, шкаф қой. Ішіне кітаптар да қойға болады. Қараңызшы, теледидар да сыйып кетеді. Ал ана кілемден ағып қабырға қылып қойғасыңдар. Ол ескі ғасыр ғой? Ол кілем салып тұрған сурет қой. Не суреттіліңдер, не кілемділіңдер. Мына кірпіш неғып сыланбай қалған? Осындай кірпіш түрінде өңдеу материалы. Иә. Сәнді ғой. Құдай-ау, мен осы үйдің сыртының ішке теріс айналып тұратынды бір керемет сәнді болатын еш уақыт ойламаппын. Не деген сұмдық мынау? Құрысын ұят қой, мынаны өшіріңдер. Мына ойларың түкке жарамайды. Керек емес. Мүмкін өзі дизайн жалдайтын шығармыз. Сол дұрыс шығар балалар. Керек емес мына ұят. Не болды? Фундаменттер езіліп кетті. Сақтай ғой, не Зая болды? кеткен еңбек. Жарайды, әке, қойыңызшы енді. Сендердің құйған фундаменттеріңнен шешелерің кешегі пісірген бауырса қаттырақ шаш. Шашуын басысын соң көрсетейін. Тағы да бір екі апта күтейік. Мүмкін қатып қалатын шығар. Болмайды ол. Лақтырып тастау керек ол. Әрине, сол еріктің аузына қараймыз деп бір-екі шелек су артып кеткен шығар. Не ерік кетесе ерік Консистенциясын деп дұрыс шыға жасаған жоқпыз бересіңдер. біз. Не ол мәжбүрледі ме сендерді? Су бар ма? Жарай, болды. Бұл қателіктерді мен байқамаған шығармын.
Қазіргі заман басқа, технология басқа. Сондықтан бұны кәсіпқойлар істеу керек. Серік, шақыр әлгі жұмыскерлерді. Өз ісімен айналыссын енді кәсіпкерлер. Болды енді, шай ішейікші жүр. Бауырсақ қалды ма? Жоқ, Бағанағын естіп қойды ғой деп. бүткіл ауыл естіді. Біз еркектерімізге көмектесуіміз керек қой. Апа, біздің не зақсалма. Ал енді әскердегі қандай? Дұрыс айтасың. Үй салып ішке қызмет етсе нарядта тұру емес. Түсінікті ме? Так точно. Все вместе, все, давайте не ругаемся. Түсінікті ме? Так точно. Ол үшін бауды алу үшін бойбұл. Ең алдымен көлемді өлшеу үшін бауды алу. Ең алдымен көлемді өлшеу үшін бауды алу. Жіпті айтасыз ба? Давай. Жіпті айтасыз. Давай заново. Енді өзінен өз қазылады дейсің ба жерді? Орын қолмен істелетін жұмыс ол, қазу. Начали. Кеш болған сияқты. Мынау әдемі иә? Кішкене. Аружан мен сияқты тұрсың да беріп кеттің маған. Мен мынаға беріп кеттім. Мен беріп кеттім вообще. Мен мында интервизация. Я моя. Попробуй сама сказать. Инвентаризация. Давайте, готово. Без стопа. Әкем өзіміз салуымыз керек деді. Сол кезде ой, Қайтадан кеттік. Ал, басынан ал бастап. давай. Әдемі келе жатыр еді. Қайда бастан баста. Бір бөлшек цементке, 3 бөлшек. Айқайламадыңыз осы. Айқайламыз. Айқайлайын ба? Содан кейін не түсініксіз. Бір бөлшек құмға, 3 бөлшек. Бір бөлшек цементке, Басынан. иә. Бір бөлшек цементке, 3 бөлшек. Басынан. Қанат аға, басынан, мына цементтің бір бөлшегіне Мына жақтан келin. бөлшегін қосасың. Оны айтқан шананың тұқылым ғой. Ананы кілемді неге қабырғаға іліп қойғасыңдар? Суретті неге іліп қойғасыңдар? Не қабырғаға суреті? Бұл ескі қайтадан айтайын. Бұл фундаменттерің бар ма? Шешелердің кешегі пісірген бауырсағынан қаттырақ болып шықты. Дұрыс емес ата. Құйған фундаменттерің шешелердің кешегі пісірген бауырсағынан қаттырақ шығады. Мына құйған фундаменттерің шешелердің кешегі пісірген бауырсағы қаттырақ шығады. Бұл құйған фундаменттер мен шешелердің кешегі пісірген бауырсақ қаттырақ шығады. Қайтеміз енді? Қандай еді сөзім? Бұрынғыдай заман жоқ. Иә. Болды, иә, ары қаратай кете беремін, иә? Басынан бастайшы. Бұрынғыдай заман жоқ. Болды, осымен сен хабарлас ана жігіттерге. Иә.